Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2010 жылы жарық көрген «Қарғыс атқандар аралы» атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. 1954 жыл Бостон шығанағындағы аралдар. Сонда орналасқан жындыханадан қашып кеткен әйелдің ісін тергеуге федералды маршал Тедди Дэниелс пен серіктесі Чак екеуі келе жатады. Жігіттер кемеде алғаш бір-бірін көріп танысады. Сонымен аралға жетіп, оларды жындыхана орынбасары Макферсон күтіп алып, корпус А-да ерлер бөлімі, Б-да әйелдер, ал корпус С-да ең қауіпті пациенттер отыр деп таныстырып, ескертулерін айтып, ішкі ережеге байланысты олардың қаруларын алып қалады. Жындыхананың басшысы доктор Коулиға апара жатып, аулада қол-аяқтары кісенделген, айналаны сыпырып, тазалап жүрген адамдарды байқайды. Доктор Коулиға кіргізеді. Онымен танысып, қашып кеткен әйел туралы сұрастырады. Оның аты Рейчел, кеше қашып кеткенін, ол өзінің 3 баласын суға батырып өлтіргенін. Рейчел әлі күнге дейін балаларының тірі екеніне сенімді. 2 жыл бойы бұл жерде емхана емес, өз үйі санап, бізді үй қызметкерлері деп қиялданып кеткенін айтып береді. Кейін палатаға кеп, шкафтағы аяқ киімдерді көріп, оның жалаң аяқ кеткенін түсінеді. Тедди кереуетті жылжытып, еденнен жазып кеткен қағазды табады. 4 туралы заң, 67-ші кім деп жазыпты. Тедди қызметкерлердің жеке деректерін сұратып, кешке емхана қызметкерлерінен сұрақ жауап ала бастайды. Сұрастыра келе, Рейчел топтық терапияда өткенін, олардың қасында Рейчелді емдейтін жеке дәрігері Шин болғанын біліп алады. Содан сұраймыз десе, Коули ол таңертең кезекті демалысына кеткенін айтады. Қызметкерлердің жеке деректерін бермеген соң Тедди тергеу бітті. Рапорт жазып, ертең қайтамыз деп ашуланып кетеді. Санитарлар жататын жерде түнейтін боп, Рейчел палатадан жалғыз өзі қашып кете алмайды. Оған біреу көмек берді деп болжап, қызметкерлерден күдіктене бастайды. Сөйтіп түсінде әйелі Долоресті көреді. Долорес Рейчелдің осында екенін, оның қашпағанын айтып, мен жоқпын, ал Рейчел осында және ол да осында дегенде Тедди кім деп сұраса, Лейдис деп күлге айналып жоқ болады. Осылай Теддидің түсінде аян береді. Кетпейтін болған Тедди Коулимен келісіп, Рейчелмен топтық терапияда болған пациенттерден сұрақ жауап алып отырады. Осылай келесі әйелмен тілдесіп, Рейчелді сұрағанда, ол тұйық болатын, балаларын тірі деп санап, бізді үй қызметкерлері деп ойлайтын деп айтып береді. Тедди Эндрю Лейдис дейтін пациентті білесіз бе десе, әйел дірілдегендей боп, жоқ, естімедім деп тұрып кетеді. Кейін Чак, Эндрю Лейдис деген кім, оны бәрінен сұрадым десе, ол біз тұрған үйдің қараушысы болған, ол отқа жақын жынды еді деп, үйді өртеп жіберіп, әйелім қаза болды деп баяндайды. Ол мектепті өртеп, түрмеге түскен, кейін осында ауыстырды, сосын ғайып болды. Корпус Б-да жоқ, онда корпус С-да болуы мүмкін, болмаса өлген шығар деген Чакпен мазар басына кеп, құлпы тастарды қарай бастайды. Содан ауа райы қатты бұзылып, дауыл күшейіп, қалдар құлап, Теддилар жақын маңдағы бір үйдің есігін итеріп ашып, ішке кіреді. Сонда дауылдың басылғанын күтеді. Эндрю аралда болса не істейсіз деген Чакқа соғыстағы кезін айта бастайды. Лагерге келгенде фашистер беріліп, сыртта көптеген мәйіттерді көргенін, күзетті қатарға тұрғызып жатып, барлығына оқ жаудырып, шетінен қырып салады. Бұл соғыс емес, бұл өлтіру еді деп, өлтіруден шаршаған Тедди, мен оны өлтіру үшін келген жоқпын дейді. Эндрю жоғалып кеткенде, мен бұл жер туралы ақпарат іздей бастадым. Зерттей келе пациенттерге түрлі эксперименттер өткізеді деген болжамға келеді. Өйткені Джордж Нойс деген бұрынғы науқасты іздеп тауыпты. Осы жерден шыққан ол барда 6 адамды пышақтап, сотта бұл жындыханаға келгенше өлімге кесуді сұрапты. Сөйтіп оны өмір бойына түрмеге қамаған екен. Соның сөзінен Тедди осында адамдарға эксперименттер жасайды деген ойға келеді. Чак Теддидің айтқандарын тыңдап отырып, Рейчел жалпы мұнда болды ма? Сен жындыхана туралы ақпаратты іздеп жүргенде, олар сен туралы ақпаратты іздеп, әдейі жындыханадан қашты деп өтірік ұйымдастырып, сені осында алдап әкеліп қақпанға түсірген шығар. Екеуміз де қақпандамыз деген болжаммен бөлісіп тұрғанда, дауылдан есік ашылып кетеді. Ар жағында Макферсон оларды іздеп келеді. Душқа түсіп киінетін кезде костюмдар тазалауда жатыр деп, ақ болған өздерінің формаларын ұсынады. Соны киіп Коули жаққа келсе, онда басқа дәрігерлермен бірге ақылдасып отырады. Сөз арасында корпус С-дағы 24 адам, басқадағы 42 адам дегендерді естіген Тедди сөздерін бөледі. Коулиға Рейчелдің жазған хатында 67 деп жазылған, ал сіздерде 42, 24 қосқанда 66 болады. Сонда Рейчел 67-ші адам барын жазған болу керек дегенді айтқанда, Коули мен оның жоқ екеніне сенімдімін деп Рейчелдің табылғанын жеткізеді. Сөйтіп Рейчелге кеп кеше қайда болғанын білгісі келеді. Рейчел мен Джим мен балалар
оларға тамақ жасап бердім. Джимге тамағын салып ол кетті. Кейін теңізге барғанын айтады. Сосын сені ойладым, сен өліп қалдың Джим деп, оны күйеуі деп ойлап, енді қалай жалғыз өмір сүремін деп жылап, оны құшақтайды. Бәрі жақсы болады деп жұбатып тұрғанда, мен сені өзім жерледім, менің күйеуім жоқ. Сен кімсің деп Теддиді ашуланып итереді. Әйелді ажыратып тыныштандыруға тырысады. Дәрігер Рейчелді шамшырақтың қасынан таптық. Қалай қашқанын білмейміз деп жатқанда, Теддидің басы ауырып, өзін жаман сезінеді. Оған ауруды басатын дәрі береді. Қауіпсіз жертөлеге жатқызуға әкеліп, ұйқыға кетеді. Түсінде лагерде жүргенін, мәйіттер бетінде жатқан Рейчел мен қызды көреді. Қыз көзін ашып, бізді құтқаруың керек едің деп тіл қатады. Кейін үйге кіріп, орындықта өзі іздеп жүрген Эндрю Лэдисті көріп, сен маған ызаланбайтын шығарсың деп темекісін тұтандырғанда, оның орнында Чак пайда болып, уақыт өтіп жатқандығын айтады. Сол кезде үсті басы қан болған Рейчел көмек сұрайды. Сөйтсе 3 баласын да өлтіріпті. Қызды көтергенде ол, мен өлімін, неге бізді құтқармадың десе, Тедди, мен тырыстым, бірақ мен келгенде кеш болды дейді. Оны суға апарып қояды. Қыздың көздері су астында ашылып батып бара жатады. Осындай түсініксіз жайттарды түсінде көреді. Сол уақытта есіктен әйелі кіріп кеп, Эндрю әлі тірі, ол осы аралда, оны тауып өлтір деген өтінішін айтады. Жылап әйелін ұстамақ болғанда дауыстардан оянып кетеді. Сөйтсе ол да түсі екен. Барлығы қарбалас боп корпус аға барамыз деп тыпырлап жатыр. Сыртқа шықса талдар қираған пациенттерді ұстап жүр. Тедди мен Чак екеуі қауіпті пациенттер жатқан корпус Сиға аттанады. Сонда жетіп, Эндрю осында, мен оны сезіп жатырмын дегенде, бір ауру бас салып алдынан шығады. Кейін қашып артынан қуа кетеді. Жүгіріп жүріп Чак адасып қалып кетсе, Тедди бір торлы баспалдақтар жаққа жетеді. Ақырында қарап іздеп жатқанда оған шабуылдап мойнынан қысып ұстайды. Чак оларды тапқанда Тедди шынтағымен ұрып босап, оны соққылай кетеді. Кейін қылқындырып жатқанда Чак не істеп жатсың деп ажыратып алады. Бір күзетші екеуі Теддиді қалдырып лазаретке алып кетеді. Жігіт бір дәлізге түсіп, дыбыстарды естіп шошып, жарықтау болу үшін сіріңкені жағып қарап, тордың ар жағындағы отқан жындыларды байқайды. Кейін Лэдис деген дауысты естіп, камераға жақындап, Лэдис сен ба деп түрін көрсеткенін қалайды. Алайда ол қарамай, сен мені тағы алдайсың ба деп отырады. Тедди ақиқатты білгім келеді дегенде, істің бәрі сенде және Лэдиста деп жақындағанда, Джордж Нойс екенін көріп, олар қалай сені кіргізді деп түсінбейді Тедди. Сенің ойлағаныңды, жоспарыңды білді, ешқандай тергеу жоқ, олар сенімен ойнап жатыр дейді. Сөзіне сенбеген Теддиге, серіктесіңмен бірінші рет жұмыс істеп жатсың ғой, оны алдын көрмегенсің ғой деп, олардың жеңгенін біліп жылай бастайды. Олар мені шамшыраққа апарып миымды ашады дегенде Тедди ондайға жол бермейтінін айтады. Әйелің біраз болды жоқ, соны мойында деп тұрғанда артынан әйелі көзіне көрініп, оған бәрін түсіндір деп айтады. Нойс ол сені өлтіреді деп оны бос жібергенін қалайды. Бірақ Теддидің көздері жасаурап, әйелін жібере алмайды. Онда аралдан ешқашан кете алмайсың деп Лэдисті ауыстырып жіберді. Корпус Ада, онда болмаса шамшырақта екенін білдіреді. Сол кезде Чак Коулилер осында келе жатыр деп тез ол жақтан шығып кетеді. Шамшыраққа барам деп екеуі сонда жол тартады. Жарға кеп шамшырақ сәл алыстау жерде екенін көріп, айналып бару керектігін айтқанда, Чак оны тоқтатуға тырысады. Нойстың сөзінен кейін серіктесінен күдіктене бастағандай боп, Чакты қалдырып өзім барам деп кетеді. Шамшыраққа жақындайды, бірақ судан өте алмайтынын түсініп, кері Чак жаққа келсе, ол болмай шығады. Чак деп шақырып, кейін темекіні байқап, оны алып төмен қараса, Чактың құлап жатқанын көреді. Амалдап төменге түсіп, тас үстінде Чак жоқ болады. Оны шақырып айқайлап іздейді. Кейін сәл жоғарылау жердегі үңгірден жарықты көріп, жоғары өрмелеп үңгірге жетеді. Іште от жағып отқан шынайы Рейчел екен. Онымен сөйлесе келе, Рейчелдің балалары болмағаны, тұрмысқа да шықпағанын естиміз. Пациент болудан алдын осында дәрігер болып істеген екен. Не болғанын сұраған Теддиге, мен психотропты дәрілермен ота жайлы артық сұрақтар қойдым. Отада адамды электрошокермен талдырып, көзге ұзын ине тығып, нерв талшықтарын өлтіреді. Сол арқылы науқас мойынсұнғыш қуыршақ секілді болады. Бір зомбилерді шығарып жатқандығын түсіндіргісі келеді. Осы жерде Рейчел Теддидің басының ауырғанын, жаман түстер көргенін, дәрі ішкенін біліп, темекіде осы жердікі екенін естиді. Яғни оның бәрі уланғанын алға тартып, алдымен саусақтар, кейін қолдар дірілдей бастайды дегенде, Теддидің қолдары ақырындап дірілдейді. Шамшырақта не істейтінін сұрағанда, бас сүйекті ашып, сол жерде адамдарды зомбиге айналдыратынын айтады.
Кейін ұйықтап қалған жігітті оятып кеткенін қалайды. Жоғары көтеріліп, жолда оны күзет офицері байқап, көлігімен алып кетеді. Коулилер жаққа келгенде барлығы бір жиналыстан шығып тарап жатады. Қайда болдыңыз десе, шынайы Рейчелді сатпай, жай айналаны қарап шыққанын жеткізеді. Рейчел табылды, енді кететін шығарсыз дегенде, "Иә, біз бәрін жасадық. Менің серіктесімді көрмедіңіз ба?" десе, "Сіздің серіктесіңіз болмаған" деп аралға жалғыз келгендігін айтады. Содан душқа түсіп, қызметкерге байқатпай өз галстугын ұрлап алып, сыртқа шығады. Адамдардан тығылып, жабылған көлікті көріп, жанармай багіне галстукты салмақ болады. "Не істеп жатсың? Паромға баруың керек" деп әйелі көрінеді. Бірақ Тедди Чакты шамшырақта ұстап отыр. Оған ота жасап жатыр деп топшылап, оны құтқаруды ойлап, галстукты жағады. Сол кезде көзіне қыз да көрінеді. Көлік жарылып, күзеттің назарын сонда бұрып, өзі тез шамшыраққа қарай жүгіреді. Жағаға жетіп, алған бетінен қайтпай, суға сүңгіп жүзе бастайды. Күзетшілерден тығылып, абайлап барып, біреуін ұрып құлатып, қаруын иемденеді. Шамшырақтың ішіне кіріп, баспалдақпен жоғары көтеріліп, іштегі бөлмелерді қарап, ешкімді таппайды. Соңғысына жетіп, есікті теуіп ашса, іште Коули отырады. "Мылтық оқталмаған" дейді. Қаруға қарап, "Қайдан білдің?" дегенде ашуланып назар салады. Сонда жазылып жатқан пленкамен үстелдегі өзінің тапаншасын байқайды. Коули телефонмен "Ол келді" деп доктор Шинді шақырады. "Зақымың күшейді ма? Галлюцинация қалай?" дегенде, әйелі көрініп, "Бұл жерден қаш" деп айтады. Доктор Рейчел нейролиптиктер туралы айтты. "Мен оны үңгірден таптым. Сіз оған жете алмайсыз" дегенде, "Иә" деп оның жоқтығын айтып, таң қалдырғандай болады. "Галлюцинация мен ойлағаннан да күштірек екен" дейді. Теддиға ешқандай дәрі бермегендігін айтқанда, "Мынау не сонда" деп дірілді көрсеткенде, "Ол денеңде сыну басталды" дейді. "Шыдамағаннан тек бір дәріні ғана бердік. Оны саған соңғы 2 жылда осы жерде бердік. Сен 2 жыл бойы емхананың пациенті болдың" дейді. "Мені жынды санап жатсыз ба? Мен федералды маршалмын" дегенде, "Иә, бұрын маршал болғансың" деп оған өзінің қағазын көрсетеді. Бұрынғы федералды маршал, зорлық-зомбылыққа бейім, өзінің жасағанын сезінуіне қиял әлемі кедергі жасап жатыр дегенді оқып, сенбей қағазы лақтырып, "Серіктесім қайда?" деп ашуланады. "Сенің әйеліңнің қыздық фамилиясы Ченал ғой" деп тақтада жазылған 4 адамның аты жөнін көрсетеді. Бұл аттарда бір әріптер пайдаланылған. Эдвард Дэниелсте, Эндрю Лэдисте 13 әріп, бір-біріне анаграмма. "Сенің атың Эндрю Лэдис, 67-ші пациент, ол сен" десе, жігіт сенбейді. 2 жыл алдын ауыр қылмыс жасап, сот оны осында жіберіп, ауыр қылмысы үшін өзін кешірмей, өзіне басқа тұлғаны ойлап тауыпты. "Сен өзіңді өлтіруші етіп көрсетпеу үшін қияли оқиғаларды құрастырып, қаһармандай болдың. Мен бұл қиялды 2 жылдан бері тыңдай беріп жатқа білемін. Емханадағы ең қауіпті пациентсің. Сен күзетті, санитарларды, басқа науқастарды ұрып соқтың. Джордж Нойсты да ұрдың" десе, "Жоқ, мен емес, сендер ұрдыңдар" деген Теддиге, "Жоқ, сен ұрдың, себебі ол сені Лэдис деп атады. Ал сен Лэдис болуды қаламайсың. Дәл қазір саған ақыл есіңді қайтармасақ, онда саған лоботомия жасайды. Яғни ота жасалып, мидың бір бөлігін кесіп тастайды." Чак кіріп келеді. Костюм киген серіктесін көріп, түрі өзгеріп, "Сен оларменсің бе? Кімсің?" дегенде, "Мен сені емдеп келген жеке дәрігерің Шинмын" дейді. "Мен саған сеніп едім, бұл жерге де сені іздеп келіп едім" деп ашуланады. Дәрігерлер Эндрюға өзінің қиялдан ойлап тапқан оқиғасын толыққанды ойнап бітіруіне жол беріп, ақыр соңында ол оқиғаның шынайы еместігіне өзі көз жеткізеді деп ойлапты. "Сен 2 күн бойы бостандықта жүрдің" деп сана сезімнің оралғанын, шындықты қабылдағанын қалайды. Басы ауырып біртүрлі болған Эндрю үстелдегі тапаншасына жетіп, "Менің атым Эндрю емес, Эдвард Дэниелс" деп Коулиді атып, Шинға апарады. Коули тірі боп орнында тұрады. Сөйтсе шынайы көрінген тапаншасы ойыншық боп шығады. Сонда Шин әйелің Долорес ауырған еді. Ол өз-өзіне қол жұмсауға бейім еді. "Ал сен ешкімді естіп тыңдамадың, ішімдік ішіп ештеңе жасамай алдын алмадың. Ол қаладағы пәтерлеріңді өртеп жіберіп, сендер көлдегі үйге көшіп бардыңдар" дегенде, сенбеген Эндрю оның алқымынан алады. Сонда Коули, "Мынау сенің балаларың" деп өлген суреттерін көрсетеді. "Оларды әйелің суға батырып өлтірді. Мына қызың Рейчел, ол саған күнде түсіңе кіріп, бізді құтқаруыңа болар еді" деп айтады деп қызына назар салдырады. Сөйтіп бәрі көрсетіле бастайды. Маршал болған Эндрю кезекті ісінен үйіне кеп, көл жақта отқан әйелін шақырып, су болған Долоресті көрген ол, "Неге сусың?" десе, "Әйелім, мен сені сағындым, үйге барғым келеді" деп сүйеді. "Сен үйдесің, балалар қайда екен?" білгісі келеді. Сол кезде су ішінде жатқан балаларын көріп, соларға қарай жүгіріп, суға секіріп, "Құдайым-ай" деп қызына жетеді. Оған дем беріп тірілтуге тырысады, бірақ ешқандай қимыл болмай өзегі өртенеді. Пожалуйста, Господи, нет!
Балаларын алып шығып қатарға жатқызып қояды. Сонда әйелі оларды киіндіріп үстел басына отырғызайық, ертең циркқа апарамыз деп біртүрлі есінен адасқандай күйде көрінеді. Мен сені жақсы көремін, мені босатшы деп құшақтайды. Мен де сені жақсы көремін деп әйелін атып тастап босатады. Эндрю отбасының алдында егіліп жылайды. Рейчел деп шошып оянады. Басында тұрған дәрігерлер, кім ол Рейчел десе, менің қызым дейді. Неге бұл жерде екенін сұраса, менің әйелім балаларымызы өлтірген соң, мен оны өлтірдім деп оған ақыл есі оралғанын көреміз. Неге оқиғаны ойлап таптың десе, Долорес балаларды өлтіргенін қабылдай алмадым. Мен оларды өлтірдім, себебі әйелімді емдемедім деп өлімге өзін кінәлап мойындайды. Сонда Коули 9 ай алдын осындай жетістікке жеткендерін, яғни ауруынан сауықты дегенде, Эндрю тағы қиял әлемге оралып, оқиға қайталаныпты. Сенің ақиқатпен келісіп, көнгеніңді білгің келеді дегенде жігіт, менің атым Эндрю Лэдис. 52-ші жылы мен әйелімді өлтірдім деп қиялды емес шындықты мойындайды. Содан аулаға қарап отқанда Эндрюдің жүзінің өңі кіріп, оңалып жатқандай көрінеді. Доктор Шин жақындап жағдайын сұрап, бүгін не істейтіндерін білгісі келеді. Эндрю, Чак, бұл жерден қашуымыз керек дегенде, оның қияли оқиғасы қайта оралғанын түсініп, дәрігерлерге қарап, жоқ, болмады, яғни емделмеді деп белгі береді. Коулидің көңілі түседі. Сонда Эндрю құбыжық сияқты өмір сүрген жақсы ма, әлде адам сияқты өлген жақсы ма деп сауал қойып, отаға алып кетуге келгендермен өз еркімен ілесіп кетеді. Осылай маршал болған жігіт әйелінің ішкі күйзелісімен өзін өлтіруге деген бейімділігіне мән бермей, ақыр соңында әйелі балаларын өлтіріп тынады. Соған шыдамаған Эндрю әйелін атып, отбасының өліміне өзін кінәлі санап, психологиялық ауыр соққы алады. Оны жындыханаға қамап, ол Эндрю болғысы келмей, кінәні өзінен алып тастау үшін осындай қияли оқиғалар мен басқа тұлғаны ойлап құрастырған. Балаларының болғанын, тіпті өзінің кім екенін де ұмытып, Эндрю Лэдис өзге адам әйелімнің өліміне кінәлі деп оны іздеген. Ал жындыхана дәрігерлері әдетте пациенттерді қинайтын тәсілдерге бармай, өзіндік қинамайтын тәсілмен емдемек болып, оған оқиғаның толық ойналғанын қалап, еркіндік беріп, қасына доктор Шин өтірік серіктес болып қосылады. Эндрю өзінің шынайы болмысына оралғанмен, оның ауруы қозып, қайта-қайта қияли әлемге өтіп кетіп жатады. Онда емнен нәтиже болмаған соң, жындыхананың әдеттегі отасына жіберуден басқа амалдары болмады.